Армысыздар, бүгінгі сабағымызда JavaScript тілінде слайдер жасауды үйренетін боламыз. Слайдер дегеніміз, өздеріңіз білесіздер, сайтқа кірген кезде сіздерге суреттер көрсетіледі. Осы суреттер бірінен кейін бірі автоматты түрде қозғалып тұрады. Осыны біз JavaScript тілінде жасаймыз. JavaScript тілінде осы слайдерді жасамас бұрын, бірінші біз өзімізге қажетті, яғни сайт құруға қажетті файлдарды жеке-жеке папкаға сақтауымыз қажет. Бұл дегеніміз, яғни JavaScript, CSS, бізге қажетті суреттер және index.html атты құжатымыз. Енді осы құжаттарды біз неге бөлуіміз қажет? Неге папкаға бөлуіміз қажет? Себебі сіздер кейін осы проектлеріңіз көп болған жағдайда әрбір қажетті сайтыңыздың атауын жазасыз, және де осы сайттың ішіне қажетті файлдарды жеке папкаға сақтаған өте ыңғайлы. Себебі бүгін мысалы біз бір ғана файлды қолдансақ, кейін сіздер барлық білімдерді толықтырғаннан кейін осы JavaScript тілінде фреймворктарды қолданасыздар, плагиндерді қолданасыздар. Сол кезде сіздерге jQuery деген фреймворк қажет болады. Тағы да басқа min.js деп қысқартасыздар өздеріңіздің сайттарыңызды. Сол кезде барлық файлды осы жеке JS папкасының ішіне сақтайсыздар. CSS де дәл солай. Мысалы, суреттер сіздерде бірнеше сурет беріледі. Осы суреттер шашаңқы түрде болмас үшін бір папкаға жинақтап сақтап қоюларыңыз қажет. Бүгінгі сабақта берілген суреттерді confinder.com сайтынан алдым. Осы сайтқа сілтемені видеоның астында қалдырамын. Сіздерге slider.js деген папка аштым. Осы папканың ішінде мінекей маған қажетті суреттер берілген. Image папкасының ішінде енді мен өзіме қажетті CSS папкасын ашамын. JS папкасын ашамын. Және де енді маған қажеттісі бұл index.html құжатты. Біз папкаларды ашып алып, енді осыған қажетті құжаттарды ашуымыз қажет. Ол үшін Sublime Text'ті ашамыз, New File, файлды сақтаймыз, Save As. Бірінші файлымыз бізде index.html. Білесіздер, HTML тілінде құжаттың құрып аламыз, құжаттың құрылымын. Ары қарай неке сыртына сақтадым. Енді тағы да New File. Бұны да сақтаймыз. CSS папкасының ішіне. Бұл бізде style.css. Сақтадық. Келесі тағы да файл ашамын. New File. Және бірден сақтаймын. Бұл бізде JS папкасының ішінде script.js. Сақтадық. Бізге қажетті файлдармен жабылып қалды біреусі. Қайтадан ашатын болсақ, index.html. Бірінші ретке әкелеміз. Index.html, style.css және script.js. Бүгінгі сабағымызға қажетті папкалар ашылды. Осы папканың ішінде бізге қажетті файлдар да бар. Көріп тұрса, тағы да бір рет көрсетейін сіздерге түсінікті болу үшін. Және де index.html. Енді осы index.html құжатында біз өзіміздің сайтымыздың құрылысын құруымыз қажет. Ол үшін HTML тақырыбына слайдер дейміз. Және де біз жеке-жеке папкаға құрдық. Қажетті CSS, JS файлдарын. Соған енді біз Putin көрсетуіміз қажет. Бірінші CSS-ке көрсетеміз, яғни білесіздер, link rel, style sheet, типі text CSS, және де href дегеніміз бұл сілтемеге жолды көрсету. CSS папкасында орналасқан біздің style.css файлымыз. Сол үшін бірінші CSS деген папканың атауын береміз. Ары қарай сызықша енді біздің файлдың аты style.css. Ctrl-S бірден сақтап отырайық. Келесі енді скриптті береміз. Ол үшін script, тип, text JavaScript. Осы жерге source. Бұл жерде шатаспаймыз. CSS-ті қосатын болсақ, яғни ол басқа файлда орналасқан болса, біз href деген сілтеме арқылы. Ал скриптте бізде source.
яғни CRC деп қысқаша жазылады. JS деген папкасының ішінде папканың атауы, одан кейін барып файлдың атауы жүреді. script.js. Расширениясымен бірге сақтаймыз. Ctrl+S. Бізге қажетті файлдарға сілтемені орнаттық. Енді слайдерімізге қажетті суреттерді осы index.html құжатына енгіземіз. Ол үшін мен div элементін қолданамын, яғни div блогын. Div атты тегке мен идентификатор беремін. Барлығын бір жүйеге құрастыру үшін идентификатордың аты слайдер. Келесі, енді осы идентификаторымыздың ішіне, яғни слайдер атты блогымыздың ішіне мен тағы да өзіміздің суреттеріміз жылжып отыратын бір блокты құруым қажет. Тағы да div, оның идентификаторы бізде жол болып табылады. Жол деп берейік. Ары қарай суреттерімізді енгіземіз. Ол үшін image тегі, мінекей source бірден шықты. Бізде image папкасының ішінде, мінекей бұл дегеніміз, біздің папканың атауын береміз. Одан кейін барып ішінде деген сөз бұл, мінекей slash таңбасы ретінде сызықшамызды орнаттық. Ары қарай енді біздің суретіміздің атын енгізуіміз қажет. Ол үшін image деген жерге кіреміз. Мысалы, мінекей мына сурет. Бізде осы суреттің атауы қажет. Мінекей енді атауы үлкен болып тұр. Біз әрқайсының атауына кіріп, осылай көшіріп аламыз. Келесі image бізде. Енді өздеріңізге ыңғайлы қылып осылай қойсаңыздар болады. Атауын ыңғайлы болса немесе өзгертсеңіздер болады. Енді бұл менде бірден сайттан көшіріп алынғандықтан осы атаумен қалды, мен өзгертпедім. Сіздер қайтадан өзгертіп қойсаңыздар болады өздеріңізге түсінікті болу үшін. Мінекей, маған қажетті барлық суреттерді енгіздім. Бұл жерде көріп тұрғандай 6 сурет енгізілді. Осыны сақтап, енді браузерде ашып көрейік. Ол үшін мінекей index.html құжатын ашамыз. Осы жерде суреттер бізде ашылмай қалды. Себебі біз бұл жерге расширениясын енгізбедік. Тек қана атауын енгізіп шықтық. Осы жерден байқаймыз, бізде PNG форматында барлық сурет сақталған. Яғни бұл жерде біз папканың атауын, сол суреттің атауын және де расширениясын көрсетуіміз қажет. JPEG немесе PNG, JPG деген сияқты расширение көрсетеміз. Ctrl+S басамыз. Бізде ашылмаған суретіміз енді ашылды. Мінекей көріп тұрсыздар, расширениясы арқылы енгізілді. Енді суреттің көлемі үлкен болып тұр. Бұл суретке стильді біз CSS файлында өзгертеміз. Осы файлға стиль беретін болсақ, әрине style.css деген файлды ашамыз. Осы жерде біз барлық өзімізге қажетті суреттерді бір блокқа салдық. Ол блоктың атауы слайдер деп аталады, идентификаторы. Енді осы слайдерді өзгертеміз. Яғни білесіздер, CSS-те идентификатор хэштег тег арқылы беріледі. Слайдер жер жақша ашылады. Осы жерде біз суретіміздің енін, ұзындығын береміз. Яғни ені бізде width 300 пиксель болсын. Ары қарай биіктігі height бізде 100 пиксель болсын. Border, яғни бұның барлығын сіздерге түсінікті болу үшін мен рамкаға аламын. Рамка 5 пиксель, solid, black дегеніміз бұл енді қара түсте болсын. Және де отступы margin. Бізде 50 пиксель және auto болсын. Нүктелі үтір. Сақтаймыз, және де браузерді обновить етіп көреміз, қалай болған. Мінекей. Сурет енді біршама үлкейіп қалды, бірақ бұны біз ары қарай кішірейтеміз. Біздің бордеріміз мінекей, осы кішкене ғана блоктың ішінде біздің суреттеріміз жылжып отыруы қажет. Ары қарай стильдерді беріп аламыз. Бірінші, өзімізге қажетті. Келесі, жол деген идентификатордың ішіне біз суреттерді енгіздік. Бірінші, image
Енді осы жерде өзімізге қажетті суреттерге тағы да стиль береміз. Width 100 пиксель. Height, яғни биіктігі бұл да 100 пиксель болсын. Және де float бізде left, яғни сол жағында тұруы қажет. Сақтаймын. Тағы да өзіме қажетті стильдерді енгіземін. Яғни жол. Бізде псевдоэлемент автор. Бұл жерде контентін 0 берем. Контент, яғни бос орын. Ары қарай display. Play бізде блок болады. Және де тазалап отыру қажет. Әрбір жолды бізде бот. Нүктелі үтір. Сақтаймыз. Обновить етеміз. Мінекей біздің суреттеріміз бір жолға тұрды. Яғни кішірейіп бізге қажетті рамкаға енгізілді. Енді осы жерде біз бұл жерге бастапқы суреттің алдында жол деген идентификаторымызға background color берейік. Ол бізде pink түсте болсын, яғни розовый дейді. Және де оның көлемі, жолдың көлемі 768 пиксель. Ctrl+S. Біздің слайдеріміз бір жолда шығу қажет. Сол үшін мінекей жолдың ұзындығын ұзарттық. Ары қарай бұл жерде біздің слайдеріміздің жүретін орнын бердік. Енді бізде батырма болу қажет. Бұл батырманы index.html құжатының ішіне енгіземін. Мына екі дивканың сыртында болу керек. Яғни суреттің сыртында бізде button атты батырма қажет. Көріп тұрсыздар, button. Осының ішіне идентификатор беремін. ID. Және де бұл buttonның атауы slider left болсын. Және де бұл жерге left деген атау берейік. Яғни сол жаққа қарай жылжу деген мағына. Обновить етемін. Мінекей left деген батырма бізде пайда болды. Бұл жүзеге аспайды. Осы left деген батырмаға біз JavaScript сценарийлерін енгізетін боламыз. Сол кезде осы left'ті басқан кезде біздің слайдеріміз жылжып отырады. Енді бұл қазір автомат түрде емес, әр батырма басқан сайын қалай жылжитынын көрсетемін. Келесі, біз әлі CSS-ті болған жоқпыз. Бұл жерге бізде жол берілді. Осы жолға біз енді position береміз. Position бізде relative, яғни бір орында қатып тұруы қажет. Сақтаймыз. Обновить етеміз. Енді бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Бұл біздің құрған блогымыз. Қозғалып кетпеу үшін позиция беріп қойдық. Енді ары қарай біздің кнопканы басқан кезде слайдер жүру үшін біз JS файлын ашамыз. JS файлының ішіне мінекей document.getElement by ID. Бұл жерде біздің батырманың атауы slider left. Slider left батырманың атауын енгіземіз. Және де оны басқан кезде on click бізде slider left жүруі қажет. Slider left. Нүктелі үтір. Келесі біз функция ашамыз. Функцияның атауы бізде slider left. Мінекей бердік slider left деп атауын. Аргументі бос қалады. Функцияның денесіне айнымалы енгіземіз. Айнымалының атауы жол. Және де ол тең болады. Біздің жаңағы document getElement by ID. Енді осы жерде бізде бұл жол болып табылады. Нүктелі үтір. Енді осы жол және де оның стилі сол жаққа жылжуы
есептеуіміз қажет. Мысалы, минус 128 дейміз, және де қосамыз оның пикселіне. Нүктелі үтір. Сақтаймыз. Біз әрбір басқан сайын, мынау жаңағы енгізген смайлігіміз бір бетке бай жылжу қажет. Обновить етемін. Left батырмасын басамын. Ешқандай өзгеріс болмады. Сіздер JavaScript сценарий тілін енгіздіңіздер, барлық кодты дұрыс жаздыңыздар, бірақ жұмыс істемеген жағдайда біздің скриптік файлға сілтемені біз төменге қарай енгізейік. Себебі JavaScript тілі енді сайт құрған кезде де айтып өтейін, сіздер скриптік файлды соңына енгізгендеріңіз жөн. Себебі бастапқы кезде скриптік файлдар үлкен көлемде алғандықтан сайтыңыз интернетке салынғаннан кейін ұзақ загрузка болып тұрып қалуы мүмкін. Сіз өзіңіздің клиентіңізді қызықтыра алмай қаласыз. Сол себептен скриптік файлды төменге сақтаймыз. Обновить етеміз. Енді left батырмасын бассақ, бұл жерде істемей қалды, себебі біз мына жерде слайдер деген сөзден қате жібердік. Слайдер left, on click, және де бұл жерде слайдер left. Function слайдер left деп бердік. Бір тексеріп кетеміз, себебі автомат түрде осындай қателіктер кеткен кезде JavaScript тілі синтакске өте қатты мән береді. Обновить етеміз. Left батырмасын басқан кезде мына смайлик минус 128 орынға, яғни шегінді. Біз бұл жерде айтып тұрмыз, минус 128 пиксельге шегініп отыр деп. Әр басқан сайын шегінбейді. Енді осы әр басқан сайын шегінетіндей етіп ауыстырып көрейік. Бастапқы сіздерге, яғни логикасы түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл жерде біз бірінші өзімізге қажетті орынды құрып алдық бордер арқылы, және де осының ішіне суреттерді енгізіп, left батырмасын басқан кезде минус 128 көлемге, яғни өлшемге жылжып отыруы қажет. Және де жаңа айтып өттім, егер де сіздерде скрипт істемеген жағдайда HTML тілін ішінде мына скрипт типті біз body ішіне жазамыз. Басына біз head басына жазған болатынбыз. Басына жазған кезде істемей қалған жағдайда сіздер денесіне енгізулеріңіз қажет. Ары қарай, енді әр басқан сайын өзгеріп отыру үшін скрипт тілде бұл жерге біз айнымалы береміз. Айнымалының атауы left болсын. Және де ол 0-ге тең. Келесі функция бізде slider left, яғни жол бізде сол күйінде қалады. Ал енді келесі left дейміз. Бізде әр басқан сайын жылжып отыруы қажет. Осы айнымалымыздан 128-ті аламыз. Нүктелі үтір, жол, style left, және де 128 емес, енді біздің айнымалының атауы left енгіземіз. Ctrl-S. Обновить етеміз. Басамыз жылжиды. Келесі басқан сайын, әрбір басқан сайын, яғни біздің өзіміз құрған орыннан ауысып кете береді өстіп. Барлығы кетіп қалады. Ал бізге мына құрған өзіміздің блогымыздың ішінде ғана қозғалып отыру қажет. Оны қалай жасайтынын көрсетейін. Біз left бердік, функцияны енгіздік. Енді бұл жердегі жолға біз шарт қоюымыз қажет. Яғни бізге қажетті блоктан шығып кетпейтіндей шарт қоямыз. Бұл шарт дегеніміз, яғни left-тен 128 емес, енді 100-ді аламыз. Яғни 100-ді алып, енді шарт қоямыз. Шарт қою үшін егер, яғни if, біздің left айнымалымыз кіші минус 384, енді мен бұның барлығын есептеп көрдім, сол себептен жаза беремін 384 деп, сіздердің құрған блоктарыңызға байланысты өлшемді өзгертесіздер. Осы жерде бізде left тең болады 0-ге. Және де жүйелік жақша жабылады. Жол style left қосылған пиксельді қалдырамыз. Егер де біздің айнымалымыз 184-тен кіші болған жағдайда, ол яғни өзінің орнында жылжып тұруы қажет. Ctrl-S. Обновить етіп көрейік. Басқан кезде сыртынан шығып кетті, бірақ қайттан орнына келеді. Көрдіңіздер ғой? Осылай келе жатады да, 384-ке дейін жеткеннен кейін қайтадан өзінің орнына келеді. Бұл ары қарай жылжып кетпейді. Мына блоктың ішінде
қазір сыртқа шығып тұр. Бұны біз CSS арқылы ішіне кіргіземіз. 384-ке дейін жылжиды да ары қарай жеткеннен кейін өз орнына қайтып келеді. Біз сөйтіп жаздық. Егер шарт бойынша біздің айнымалымыз 384-ке дейін келгеннен кейін қайтадан өзінің бастапқы орнына келсін деген біздің сценарий тілімізді енгіздік. Енді көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде бізде тағы да сыртқа қарай шығып тұр. Неге бұл бізде іште осы тек қана бір блоктың ішінде ғана болуы қажет. Ол үшін style.css файлына кіреміз. Бұл жердегі слайдер атты барлық блоктардың атауына overflow береміз. Overflow бізде hidden, яғни жасыр деген стильді береміз. Және де жолымызға өзгертеміз жолымызды. Left бізде 0 болсын. Және де transition бізде әрі қанша секунд сайын ауысып тұру қажет екенін көрсетеміз. Easy бізде 1 секунд сайын ауысып тұрсын. 1 секунд сайын ауысқаны бізге өте ыңғайлы болады. Ары қарай обновить етіп көреміз. Мінекей. Көрдіңіздер, CSS арқылы біз өзіміздің құрған жаңағы слайдерімізді мына блоктың ішіне енгіздік. Енді left дейтін болсақ, осы блоктың ішінде суреттеріміз ауысып отырады. Әрбір сурет мінекей осылай ауысып тұрады да 384-ке жеткен кезде қайттан артқа кетеді. Мінекей барлық суретіміз көрініп тұр. Осылайша слайдерді JavaScript, HTML, CSS тілдерін қолдану арқылы құрасыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий астына қалдырыңыздар, және де осы каналға тіркелуді ұмытпаймыз.